Бүгін қонақта өте құрметті азамат отыр. Таныс болыңыздар. Қазақстанның тарих ғылымының этнология саласының іргетасын нығайтып, оның дамуына зор үлесін қосып жүрген қонақта бізде Қалыш Аманжол Боранбайұлы. Көргенімізде өте қуаныштымыз. Мектептің мұғалімдері де өзінің бір үлкен септігін тигізген шығар. Сол 4-ші сыныпта тарихшы боламын деп. Білмеймін, не қызықтырғаны, сол не жүзінде 140-150 мемлекет болатын, солардың бәрінің астанасын білетін едім. 4-ші сыныпта. 4-ші сыныпта. Ол кезде 4-ші сыныпта тарихты оқытты ма? Ода география тарихтар жаңа болды ғой бізде, жаңа ежелгі тарих жаңа нелер. Енді мына осыдан бір 3-4 жыл бұрын қазақтың қызы бір 4 жасар. 4 жасар қыз 62 мемлекеттің астанасын білетін еді. Бәріміз жаңа таңғалдық, бұл қалай деп. 4 жасаға бала. 4 жасар. Сосын 100-ден аса мемлекеттердің астаналарын білетін едім. 100-ден астам, жаңағы 100-ден астам мемлекеттердің басшыларын білетін едім. Шіркін. Қандай дүниежүзінде өзендер, көлдер, сондай президенттері, жаңағы арабтар қалай тұрып жатыр, қытайлар қалай тұрып жатыр деп, сонымен ниеттім де 4-ші сыныпта тарихшы боламын деп, сол жаңа мына тарихты, география, сондай нелер жақсы көретінмін.